Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай телефонмен реклама қарау арқылы ақша табуға болатын сайт көрсеткім келіп отыр. Егер де қызық болса, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен бүгінгі көрсеткім келген сайтым міне мынандай сайт. Бұл сайттың аты Visitbox деп аталады. Бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның описаниясына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийына қалдырамын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен жаңағы айтқанымдай, бұл сайт арқылы реклама қарау арқылы ақша табуға болады. Бұл жерде реклама қарағаның үшін ақша төлемейді, визит деген нәрсе төлейді. Сосын сол жинаған визиттарыңды шын ақшаға айналдырып, Payer кошелегіңе шығарып алуға болады. Минималкасы 1 рубль. Сосын егер де сенде Payer кошелек жоқ болса, мен Payer кошелек туралы видео түсірдім, яғни Payerға тіркелу жағын, қолдану жағын барлығын көрсеттім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның да ссылкасын мен осы видеоның описаниясына қалдырамын. Сосын бұл сайттың реферальный программасы бар. Бұл сайт реферальный программасы бойынша 50% төлейді. Яғни бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруға болады. Сосын бұл сайт арқылы ақша табудан бөлек, интернет арқылы ақша тауып жүрген басқа бір сайттарың болса, сол сайттарға рефералдар шақыруға болады. Яғни мына сайт арқылы жинаған визиттарыңды қолданып, басқа сайттарға рефералдар шақыруға болады, тегін. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу үшін мына жерде регистрация деген кнопканың үстінен басасың, логин ойлап табасың, электронды почтаң жазасың, міндетті түрде өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың. Сосын пароль ойлап табасың, тіркелесің. Мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішіндегі ссылка арқылы мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың, егер де ссылка болса. Егер де SMS-тің ішіндегі ссылка емес, код болса, сол кодты копировать етіп алып, мына сайтқа тіркеліп отырған жерге келесің. Сол жерде копировать етіп алған кодыңды қоюға болатын жер пайда болу керек. Сол жерге копировать етіп алған кодыңды қоясың, и мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Содан кейін ғана мына сайттағы аккаунтыңа кіріп, бұл сайт арқылы реклама қарап ақша табуға болады. Сосын айтпақшы, бұл сайтқа телефонмен кіретін болсаң, Chrome деген браузермен кіргенің жақсы. Бұл сайтқа Chrome деген браузермен кіретін болсаң, бұл жерде жұмыс жасау ыңғайлы болады, яғни оңайырақ болады. Сонымен бұл сайттағы аккаунтыңа кіргеннен кейін енді реклама қарап ақша табу үшін телефоныңның экранын өзіңе ыңғайластырып, үлкейтіп аласың. Мына жерде просмотр сайтов дегеннің үстінен басасың. Бұл жерде неше түрлі сайттар бар, қарауға болатын. Бұл жердегі сайттарды где-то 15 секунд немесе 20 секунд қарайсың. Сол үшін саған бір визит төлейді. Түсініп отырғаныңдай, мына жердегі нәрселердің барлығы сайттар, қарауға болатын. Мысал үшін, бірінші сайтты ашып көрсетем. Сайтты қарау үшін жазудың үстінен басамыз, сайт келесі беттен ашылады. Сосын таймер ашылған сайттан ашылмауы мүмкін. Жаңа көрсетіп отырған сайтымнан ашылуы мүмкін, көріп отырғанда міне көрсетіп отырған сайтымнан ашылып жатыр. Яғни Visitbox-тың өзінен жүреді таймер, көріп отырғаныңдай. Таймер біткенше күтіп отыра тұрамыз. Таймер біткеннен кейін мына жерде капчаны орындаймыз. Мына жерде телефонды тап деп тұр. Телефон міне, үстінен басамыз. Просмотр успешно засчитан дейді. Яғни түсінгеніңдей осылай реклама қарайсың. Тағы да бір рекламаны қарап көрсетем. Отличный букс дегеннің үстінен басамыз. Тағы да мынандай рекламный сайт ашылды. Бұл жерде уже таймер мына ашылған сайттан жүріп жатыр. Міне. Күтіп отыра тұрамыз, мына жердегі таймер біткенше. Қазір тағы да капча пайда болады. Капчаны табамыз. Мына жерде мынандай капча пайда болды. Яғни робот деген сөздің қасына галочка қоямыз. Түсініп отырғаныңдай, бұл жерде әртүрлі капча шығуы мүмкін. Реклама қарау жағы түсінікті деп ойлаймын. Яғни реклама қарап, визиттар жинау жағы түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде жаңа менің балансымда 637 визит болып тұрды. Қазір
сайтқа обновление жасап жіберейік. Көріп отырғаныңдай 639 визит болды. Енді бұл жердегі визиттарымызды шын ақшаға айналдырып алу үшін мына жерден биржа визитов дегеннің үстінен басамыз. Визиттарымызды сатамыз. Мына жерде электронды почтаңа подтверждение жаса деп мынандай уведомление шығып тұр. Кейбір кездерде осындай не болуы мүмкін, защитасы қосылуы мүмкін бұл сайттың. Мен бұл видеоны осы жерден тоқтата тұрам. Қазір электронды почтама подтверждение жасаймын, содан кейін видеоны қайтадан жалғастырам. Сонымен видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Енді мына сайт арқылы жинаған визиттарымызды сатуға шығару үшін, яғни ақшаға ауыстыру үшін мына жерде разместить свой ордер деген кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде адамдар өздерінің визиттарын сатуға шығарып қойған. Тіпті кейбір адамдар 34.237 визит сатып жатыр екен. Сосын бір визиттің бағасын адамдар 27 копейкіден сатып жатыр екен. Сенде 27 копейкіден сатуыңа болады. Сосын бір визиттің бағасын қаншалықты арзан қылып қоятын болсаң, соншалықты жылдам өтіп кетеді шығарған визиттарың. Қаншалықты қымбат қылып қоятын болсаң, соншалықты шығарған визиттарың сатылмай біраз тұрады. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Разместить свой ордер деген кнопканың үстінен бастым. Енді мына жерге 638 деп тұрған жерге мына сайт арқылы жинаған визиттарының барлығы автомат түрде түседі. Жаңағы айтқандай мына жерге бір визиттің бағасын өзің жазуыңа болады. 638 визиттің бағасы мынандай ақша болады екен. Визиттарыңды сату үшін мына жерде разместить ордер на продажу деген кнопканың үстінен басасың. 1-2 күннен кейін шығарған визиттарың сатылады. Сосын визиттар үшін төленетін ақшаң, яғни мына жердегі ақшаң мына сайттағы основной балансыңа түседі. Мына жерге түседі. Мына жердегі ақшаңды шығарып алу үшін мына сайтқа өзіңнің PR кошелегіңнің счетын жазасың. PR кошелегіңнің счетын жазу үшін мына жерде настройки дегеннің үстінен басасың. PR кошелегіңнің счетын жазасың, сохранить етесің. Содан кейін ғана мына жердегі ақшаңды шығарып алуыңа болады. Ақшаңды шығару үшін основной баланс дегеннің үстінен басамыз. Сосын мына жерде вывод средств дегенді тауып аласың. Мына жерге балансыңдағы ақшаңның суммасын жазасың. Мына жерге мына сайтқа егерде PR кошелегіңнің счетын сохранить еткен болсаң, PR кошелегіңнің счеты автомат түрде түседі. Мына жерде вывести деген кнопканың үстінен басасың. Шығарған ақшаң 24 сағаттың ішінде шығатын шығар деп ойлаймын, менің ойымша. Жалпы мен бұл сайт арқылы тапқан ақшамды бір рет шығардым. Қанша уақыттың ішінде түскенін білмейіп, ұмытып қалып отырмын. Ақша шығару жағы түсінікті деп ойлаймын. Сосын жаңа видеоның бас жағында айтқанымдай, бұл сайттың реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Бұл сайтқа рефералдар шақыру үшін ең бірінші бұл сайттағы реферальный ссылкаңды аласың. Реферальный ссылкаңды партнерская программа деген жерден аласың. Сосын партнерская программа деген жерде рекламный материалдар бар. Мысал үшін рекламный баннерлар бар. Рекламный баннер дегеніміз мынандай нәрселер. Яғни қозғалып тұратын суреттер. Сондай материалдарды қолдануға болады мына сайттағы реферальный ссылкаңды рекламировать ету үшін. Яғни мына сайтқа реферал шақыру үшін. Енді мына сайт арқылы басқа сайттарға рефералдар шақыру үшін. Егер де сен мына жердегі рекламаларды қарап визит жинап отырғың келмейтін болса, бұл сайттан балансың толтыруыңа болады. Балансыңды толтыру үшін мына жерде основной баланс дегенді басасың. Балансыңды толтырып, мына сайттың биржасы арқылы визит сатып алуыңа болады. Бұл жағын көрсетпеймін, бұл жағы оп-оңай. Ешқандай да қиындық жоқ. Енді басқа сайттардағы реферальный ссылкаларыңды рекламировать ету үшін мына жерде мои сайты дегеннің үстінен басасың. Телефонымыздың экранын үлкейтеміз. Енді мына жерден добавить сайт дегеннің үстінен басамыз. Телефонымыздың экранын тағы да үлкейтеміз.
Енді ссылка деген жерге реферальный ссылкаңды қоясың, яғни қай сайтқа реферал шақырғың келеді, сол сайттағы реферальный ссылкаңды қоясың. Заголовок деген жерге рекламный текстіңді жазасың, описание деген жерге де рекламный текстіңді жазасың. Көріп отырғаныңдай бір переход үшін 1,5 визит алынады. Яғни сенің реферальный ссылкаң арқылы бір адам өтетін болса, сол бір адамға 1,5 визит төлейсің. Яғни сенің мына сайттағы балансыңнан 1,5 визит алынады бір переход үшін. Просмотров в сутки деген жерге реферальный ссылкаң арқылы бір суткінің ішінде қанша адам өткенін қалайсың. Мына жерге адамның санын жазасың. 1000 болса 1000 деп жазасың, 2000 болса 2000 деп жазасың. Сосын мына сайттағы балансыңда қанша визит бар, соған байланысты есептеп мына жерге өзіңе керекті показды жазасың. Яғни қанша переход керек, сонша переходты жазасың. 1000 болса 1000, 2000 болса 2000. Төмен қарай түсесің. Содан кейін мына жерде сохранить дегеннің үстінен басасың, применить дегеннің үстінен басасың. Мына сайтқа шығарып отырған рекламаңды мына сайттың қолданушылары жаймен қарап бастайды. Яғни сенің рекламировать етіп отырған сайтыңа адамдар өтеді, біреулер тіркеледі, біреулер тіркелмейді деген сияқты. Сонымен бүгінгі көрсеткім келген сайтым міне осындай өте керемет сайт. Бұл сайт арқылы жаңағы көрсеткенімдей телефон арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуыңа болады. Біріншіден, екіншіден, қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай басқа сайттарға рефералдар шақыруыңа болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.